Барлықтарыңызға сәлем. Мен Қазира, каналыма қош келдіңіз. Бұл бейінде біз осы ұқсаған беттері торкөз тәрізді торлармен, яғни шаршылармен жасалынып тоқылған, яғни өкше үстінде жүрекшелер бейнеленген аяқ киімнің, менің ішіне киюге арналған аяқ киімнің тоқылуын көрсетемін сіздерге. Бұл жерде аяқ киімнің номері 44-45 номерлі аяқ киім. Бұны тоқыған кезде мен де қолданған ілмекпіз. Номер 3 номерлі ілмекпіз бізде. Номер 3 номерлі ілмекпіз. Бұл жерде менің қолданылған жібім. Мына Түркиянікі 100% акрил иранский жіп. 100% акрил иранский болғандандай. Бұл жерде мына жерде Тунидже деп жазылып тұр, бірақ та осындай жіпті қолданып жатырмын. Бұны былай қарасаңыздар, қатты жіңішке емес, номер 3 номерлі ілмек бізге сәйкес келеді, иә, үлкендігі. Бұл қатты жіңішке емес. Мына жағын мен сіздерге былай ұқсамайтынын көрсетейін, жақынырақ, иә. Мына жерде қарасаңыздар, міне біздің кәдімгі андай екі қабаттап тоқылатын 100% акрил иранский жіп бар ғой. Ол емес, иә, бұл ондай емес. Бұл ол жіп емес, иә. Қарасаңыздар, міне оған сырты ұқсамайды, иә, міне. Оған сырты ұқсамайды бұл. Сонымен шатастырып жүрмеңіздер. Мына жерде 100% акрил мадейін Түркия деп тұр. Мына жерде Тунидже бейби супер деп жазылып тұр. Міне сыртында ұқсамайды. Бұнымен де тоқуға болады, одан мынамен де тоқуға болады бұны. Мына жерде Ализе деп тұр ғой. 49% акрил, 51% шерсть па? Керсін, иә, 51% акрил, 49% шерсть. Осымен де тоқуға болады. Мынау Ализе. Екеуімен де тоқуға болады. Мынаны екеуімен де тоқуға болады. Бірақ та андай бетіне мен YouTube каналымда тегін тұр ғой. Бетіне андай чарч салып тоқыған, екі түрлі түспен бауырсақтың түсін сапта, мына жеріне 3-4 бүріш, мына жеріне алдыңғысына 2-4 бүріш, мына жерге 3-4 бүріш салыпшы. Оны сол аяқ киімді тоқыңыз келсе, онда мына жіппен тоқисыз, иә. Онда мына жіп тура келеді. Өйткені ол бірден 4 жіп алынып жүреді да, ол сәл қалыңдау болып кетеді. Мына жіппен тоқсаңыз, ол тіпті ерекше қалың болып кетеді да, сізге андай киілген аяққа 2-3 размер төмен жүруі мүмкін да бұл жерде. Ал мына жіппен тоқсаңыз, егер де сол мына жерде бұл екі түсті жіп, иә, бірақ тоқылуы бұның бір түсті жіп сияқты сондай іс-әрекетпен тоқылады бұл. Екі қабатталмайды, екі түрлі болғанымен бір жолда тек бір рет қара, бір рет жасыл, бір рет қара, бір рет жасыл жіппен ғана тоқылады, иә, бұл. Бір рет қара, бір рет сіздерде мынау ақ жасыл да, ашық жасыл түсті свет. Сондай болып тоқылады да. Егер де мына жерге дейін қара, иә, болып ортасында сары жіппен тоқитын болсам, онда мына ортасында 4 жіп кетеді. Ол кезде сіздер мына жіппен тоқсаңыздар дұрыс болады. Өйткені мынаға қарағанда сәл жұқарақ болады да, ыңғайлы келеді. Біз ең бірінші мына аяқ киім өкшесіндегі тұрған жүрекше бейнені ең бірінші соны жасаймыз. Оны жасаған кезде мына жерден жүрекше бейнесі белгіленетін жіппен ең бірінші сақина жасап аламыз. Бұл жерде жұп сақина жасаймыз, иә. Жұп ілмекті сақина жасаймыз, міне. Одан кейін осы жерден бір рет бекіттім. Одан кейін екі рет көтеру биіктігін ілмей, екі ауа ілмей, яғни одан міне жартылай биіктік болғанда ілмек бізде 3 жіп, иә, ілмек бізде 3 жіп. Ал бұны жинайтын кезінде жіптің тұсы ауысады бізде. Бұны жинайтын кезінде жіптің тұсын ауыстырып, қара түсті жіппен жинаймыз. Қара түсті жіппен жинадым. Сонда бізде қарасаңыз, жасыл түсті жіптің 2 ізі тұр, міне, 2 болды. 2, яғни бұл жерде 2 жартылай биіктік деген сөз, иә. Одан кейін міне жартылай биіктіктен және біреу, екеу жасаймыз, иә, мен жартылай биіктіктен екеу жасадым. Біреу жасадым, екіншісін жинаған кезде жіптің түсі жасылға ауысады бізде. Өйткені біз бәрін 2-2-ден істеп жатырмыз, иә, 2 жартылай биіктік, 2 жасыл, 2 қара жартылай биіктіктен, иә. Мына жерде міне жасыл, мына жерде қарасаңыздар, 2 ізді қара тұр, міне 2 ізді қара. Енді бұл жерден жартылай биіктіктен біреуін, міне 3 жіп ілмек бізде бірге жинап алдық, жартылай биіктіктен біреу, иә. Одан кейін екінші жартылай биіктікті жіптің тұсы ауысатын болғандық үшін міне жартылай биіктік алдым. Енді бұны қара жіппен біріктірем. Тура осыны қайталаймыз. Міне біреу, екіншісі міне. Екіншісіне келген кезде жіптің түсі бізде жасылға ауысады, иә, міне.
жіптің түсі ауысты. Одан кейін бұдан екеу істейміз. Міне бір жартылай биіктікті өзімен көтереміз жасыл жіптің. Екінші жартылай биіктік жасаймыз да бұны біріктіргенде қара түсті жіппен біріктіреміз. Бұл жерде міне қарасаңыздар 1, 2, 3 болды. 3 қара түсті болды. Енді 4 қара түсті, 4 жасыл түсті жіпті аламыз. Одан артық болып кетсе болмайды. Себебі біздің өлшемімізге келмей қалады, одан артық болып кетсе. Енді мына 4-ші жасыл түсті жіп. Енді бұны қара түсті жіппен жинаймын. Енді қара түсті жіптен екеу алдым. Ал біріктіретін кезінде бізден жасыл түсті жіпті аламыз. Бізде қарасаңыздар міне 1, 2, 3, 4 қара, 1, 2, 3, 4 жасыл. Бәрін 4-4-тен алдық. Енді осы жерден жіпті біріктіреміз. Біз жасыл түсті жіппен біріктіреміз. Міне жылжымалы сақина. Мына жерде біреуін тартамыз. Мына жіп тартылды. Демек ең бірінші осы жіп тартып аламыз. Осы жіп тартып біріктіріп аламыз. Мына жерде тартқан кезде мына шеңбер бірігу керек. Міне осы шеңбер бірігу керек. Осы шеңберді біріктірдім. Біріктіргеннен кейін мына жақ шетіндегі ұзынды тартамыз. Сол кезде шеңбер бірігеді. Яғни бұл жерде қос қабат екі қылып істеген себебіміз жылжымалы сақинаны біз екі қабаттап істедік қой жіпті. Өйткені бізде ортасындағы шеңбердің берік болу мақсатында солай жасадық. Енді мына жерде міне жасыл жіпті алып келіп бекітеміз. Мына жерде ең бірінші жасыл түсті жіптен біз көтеру биіктігін ілдік қой. Соған алып келіп қосамыз. Мына жерде көтеру биіктігін алып келіп қосылып тұр екен. Көтеру биіктігін алып келіп қостық. Енді осы жерден және де екі көтеру биіктігін ілеміз. Бізде бұл жердегі басты ерекшелік, бізде ең алғашқы кезінде қарасаңыздар 4 жасыл, 4 қара сандарының бәрі де 2-2-ден. Ал бізде екінші қатарда жасылдың саны 1 санға артады. Жасылдың саны 3, қараның саны 2 болып қала береді. Одан кейін үшінші қатарда жасылдың саны 4, қараның саны 2 болып қала береді. Тура осылай жасылдың саны 6 болған кезге дейін қараның саны 2 болып өзгеріссіз қалады. Бұл жерде тек әрбір қатар көтерілген сайын жасылдың түсі ғана ауысады. Мына жерде мынау бірінші жасыл болып есептелгендіктен екінші жасылды біз екі жасылдың ортасынан аламыз да жартылай биіктік жасаймыз. Үшінші жасылды мына жасылдың бер жақ шетінен аламыз да міне үшінші жартылай биіктік. Оны біріктірген кезде біз қара түсті жіппен біріктіреміз. Міне қара түсті жіппен біріктірдім. Одан кейін қара түсті жіптен кейін мына жерде мына екі қара түсті жіп қой. Екі қара түсті жіптің ортасынан аламыз. Екі жақ шетінен емес, екі қара түсті жіптің ортасынан жартылай биіктікті бір жерден аламыз. Жартылай биіктік алдым. Енді осы жерден жартылай биіктіктен кейін осы жерден енді жіптің түсі ауысатын болғандығы үшін мынаны жинаған кезде жіптің түсін ауыстыратын жіптің түсімен жинаймыз. Содан кейін бер жағындағы жасыл түсті жіптен біреу бер жақ шетінен, ортасынан екіншісі, келесі жақ шетінен үшіншісі. Міне үшінші жасыл алынды. Оны біріктірген кезде жіптің түсі қара түсті жіпке ауысады бізде. Ауыстырдық. Одан кейін қара түсті жіпті мына екі қара түсті жіптің ортасынан аламыз. Міне біреу. Одан кейін міне екіншісі. Екіншісін болған кезде, оны біріктірген кезде біз жасыл түсті жіппен біріктіреміз. Жасыл түсті жіппен біріктірдім. Міне. Одан кейін жасыл түсті жіптің бер жақ шетінен біреу. Міне. Жасыл түсті жіпті бер жақ шетінен біреу. Ортасынан біреу. Одан келесі жақ шетінен біреу істейміз. Енді бұны біріктірген кезде біз жіптің түсі ауысатын болған үшін қара түсті жіппен белгілеп аламыз. Ортасынан біреу. Қара түсті жіптің және де ортасынан біреу. Екіншісінде және ортасынан қара түсті жіптің саны ауыспайды. Жасыл түсті жіптің саны екеу болғанға дейін қара түсті жіптің саны артпайды. Сол үшін оны екеу әрбір келген кезде қатар қара түсті жіптің екеу ғой. Соның ортасынан аламыз.
мына жерде міне ортасынан алдық екіншісінде. Бұл жерде жинаған кезде жасыл түстішпен жинаймыз. Жасыл түстішпен жинадық, және жасыл түстішпен саны 3-ге артады бізде. Бер жақ шетінен біреу, жасыл түстішпен ортасынан біреу, және ар жақ шетінен біреу. Және жинаған кезде бізде жасыл түстішпен түсі қара түстішпенге ауысады. Одан міне ар жақ шетінен біреу, қара түстішпен ортасынан аламыз, екеуінде бірдей. Алдық, ал бізде қазір шеңбер бітті. Шеңбер бітсе де біз келесі кезек жасыл түстішіп болғандық үшін жасыл түстішпен біріктіреміз қараны. Одан бер жақ шетін алып кеп, жасыл түстішіпті міне. Бұл жерде міне бір шеңбер аяқталды бізде. Қарасаңыздар, жасыл түсті жіптің саны артты да, ал қара түсті жіптің саны артқан жоқ бізде. Арқасында мына жіпті алып тастайық. Ең алғашқы шеңберді сәл үлкендеу алғандарыңыз дұрыс, өйткені ана екеуін тартып біріктірген кезде сәл қиындық туып қалады. Егер кішкентай алып тастасаңыз да, міне біреу екіге көтерілмек, білмегілдік. Және бізде мына бірінші не болады да, жартылай биіктік болып саналады да, одан міне жартылай биіктік, екінші жартылай биіктік, мына үшінші жартылай биіктік, төртінші жартылай биіктік, міне қара мен жасылдың ортасында төртінші жартылай биіктік келдік. Төртінші жартылай биіктік, бұл жерде жіптің түсі қараға ауысу керек еді. Себебі келесінде біз қара тоқимыз, сол үшін. Келесінде қара тоқимыз. Тура соқсақ, келесінде қара түске ауысты. Одан кейін екі қара түстің ортасынан міне бір жартылай биіктік, екінші жартылай биіктік қара түсті жіптің ортасынан екінші жартылай биіктік кетті. Енді оны біріктірген кезде жасыл түсті жіппен біріктіреміз. Одан кейін қара мен жасылдың, яғни бер жақ шетінен бір жартылай биіктік, екінші жартылай биіктік, үшінші жартылай биіктік, және төртінші жартылай биіктікке. Оны біріктірген кезде біз қара түсті жіппен тоқимыз. Қара түсті жіппен тоқимыз, одан қара түсті жіптің екі ортасынан бір, одан екіншісінен бұны жинаған кезде жіптің түсі жасылға ауысады бізде. Одан кейін бер жақ шетінен жасыл түсті жіп, одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп, одан және де жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп. Одан кейін және бер соңғы жақ шеті жасыл мен қараның ортасынан жасыл түсті жіп аламыз да, жіптің түсі өзгереді. Өзгеретін болғандық үшін біріктірген кезде біз қара түсті жіппен біріктіреміз. Одан кейін екі қара түсті жіптің ортасынан екі рет қара түсті жіппен аламыз. Одан кейін мына жақ шетінде міне жасыл түсті жіп. Бізде келесі жасыл түсті жіп, сол үшін мына жерде жіптің түсін жасыл түсті жіпке ауыстырып аламыз да. Одан кейін мына жасылмен біріктіреміз. Міне жасылмен біріктірдім. Міне бізде нешінші қатар бітті осымен. Міне біріншісінде бізде жасылдың түсі екеу болған, екіншісінде үшеу болды. Одан кейін төртіншісінде біреу, екеу, үшіншісінде төртеу болды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Одан бесіншісінде біреу, екеу, үшеу, төртіншісінде бесеу болады. Бесіншісінде жасыл түсті жіптің саны 6 болады. Тура осылай жасыл түсті жіптің саны 6 болғанға дейін тоқып шығамыз. Мына жерде міне мен екі көтеріп биіктігін ілдім. Соның қасында міне бер жақ, бұл бірінші жасыл түстің жартылай биіктік болып саналады. Одан келесі жартылай биіктік, міне екіншісі мынау. Одан кейін үшіншісі, одан кейін төртіншісі мынау. Бесіншісі, міне. Бесіншісі бұл жерде жіптің түсі ауысады.
екі қараның дәл ортасынан, иә, екі қараның дәл ортасынан жасыл қара түсті жіптен жүп тоқимыз. Одан келесінде жіптің түсі жасылға ауысады. Бізде жасыл түсті жіптің саны міне 1, 2, 3, 4. Енді мына жақ шетіне, иә, әрбір қатар сайын жасыл түсті жіптің саны бізде 1-ге артып отырады, иә. Одан мына жағына келген кезде міне жасыл түсті жіп. Одан кейін мына жағына келген кезде қара түсті жіптің дәл ортасынан 2 аламыз, иә, міне. 1 кетті. Ал екіншісіне келген кезде біз оның жасыл түсті жіпке аламыз. Одан кейін мына жақ шетінен келесін біріктірген кезінде қара түсті жіппен аламыз. Одан екі қараның дәл ортасынан аламыз, екі қараны да. Осында келесін қатардағы екі қараны дәл қараның ортасынан алып отырамыз. Мына жерде біріктірген кезінде мен келесі жасыл түсті жіп болғандығы үшін жасыл түсті жіппен біріктіремін. Біріктірдім. Одан кейін бізде жасыл түсті жіптен 1, 2, 3, 4. Бесіншісі болған кезде бізде қара түсті жіпке ауысу керек жіптің түсі. Мына екі қара түсті жіптің ортасына аламыз. Енді жинайтын кезінде жасыл түсті жіпті алып жинаймыз. Жинадымда қасына бер жақ шетін алып біріктіреміз. Бұл жерде бұл жерде 1, 2, 3, 4-ші қатар бітті, иә. 4-ші қатар бітті, яғни 5-ші қатар. Бір жартылай биіктік болып саналады. Енді осының қасына 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 6-шысы міне. 6-шысы. Одан кейін бізде жіптің түсі ауысады. Келесінде мына екі қараның ортасына екі қара тоқимыз, иә, жартылай биіктіктен. Жартылай биіктік дегенді білмек бізде 3 жіп. 3 жіптен бірге бірақ тарту арқылы. Бірақ келесінде бізде жасыл түсті жіп қосатын болғандығы үшін жасыл түсті жіп таңдаймыз, иә. Ауыстырамыз. Одан кейінгісінде тура осы сияқты жасыл түсті жіптің саны 6-ға өзгеріп отырады. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 6-шысы. 6-шысы бұның қасында қара түсті жіп тұрғандығы үшін біз жіптің түсін қара түске ауыстырамыз. Сол үшін жинайтын жіпті қара түсті жіпке ауыстырдық. Мына жерге келген кезде және де сол екі қара түсті жіптің ортасынан екі қара түсті жартылай биіктік тоқимыз. Мына жерге келгенде жіптің түсі ауысады бізде. 2, 3, 4, 5. 6-шысына келген кезде біз жіптің түсін қара түсті жіпке ауыстырамыз. 1, 2. Екіншісінде біз жасыл түсті жіпке ауыстырамыз, иә, міне. Одан кейін жасыл түсті жіптен 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 6-шысы, иә.
алтыншысы, және бұны біріктірген кезде біз қара түс жіппен біріктіреміз. Келесі қара түс болғандық үшін. Одан кейін қара түсті жіптен біреу, одан мынау екіншісін алдық, және бұл жерде біріктіру үшін біз жасыл түсті жіпті аламыз. Бізде жасыл түсті жіптің саны 6 болды да, ал қара түсті жіптің саны 2 болды ғой. Енді ісінен бастап бізде қара түсті жіптің санын арттырамыз. Мына жерде енді тоқылуы кішкене басқаша болады. Мына жерде мынау бір жартылай биіктік болып саналады, одан екінші жасыл жіптің ортасынан жартылай биіктік аламыз. Бұл екінші жартылай биіктік, және де бір жартылай биіктік аламыз. Бұл үшінші жартылай биіктік болады. Мына жерде енді біз үшінші жасыл жіптен жартылай биіктік аламыз. Мына жерде үшінші жартылай биіктікті қосқанда біз қара жіппен аламыз. Қара жіппен біріктіреміз. Мына 6 жіпті 3-ке бөлеміз. Егер мына жерден біз ортасына қара жіп қоспағанда, онда бізде жасыл жіптің саны 7 болу керек еді. Ал біз 7-дің орнына, бұл жерде орнына жасыл жіпті 3-тен 2-ге бөліп, тура 2-ге бөліп, ортасына бір қара жіп қосамыз. Одан кейін 3 жасыл жіпті қоймыз. 1 2, мына үшіншісі. Үшіншісіне қосқан кезде қасында қара жіп, яғни қара түсті жіпке ауыстырамыз. Түсін жібін біріктіргенде ауыстырамыз да, осының екі ортасына, бұл сол бұрынғыдай екі ортасына қара жіп тоқылады. Екі қара жіптің дәл ортасына екі қара жіп тоқылады. Мына жерге келген кезде жіптің түсі ауысады. Ауысты. Одан кейін бер жақ шетіне жасыл жіп, одан кейін шетіне жасыл жіп, одан кейінгісіне үшінші жасыл жіп, міне. Үшінші жасыл жіп, төртіншісі бізде қара жіп болу керек. Себебі жасыл жіпті біз 2-ден ауыстырып жатырмыз. 2-ге, тура 2-ге бөліп 3-тен, ортасына қара жіп енгізіп жатырмыз. Мына жерде міне. Енді одан кейін 3 жасыл жіптен кейін төртіншісі қара жіп болады. Одан кейін және 3 жасыл жіп болады, міне. Одан кейін бер жақ шетіне жасыл жіп. Одан кейін екінші жасыл жіп, үшінші жасыл жіптен кейін бізде жіптің түсі қараға ауысады. Қараға ауысты, дәл ортасына бір қара жіп, міне. Бір қара жіп, оны жинаған кезде біз жасыл түсті жіпке ауыстырамыз. Одан 3 жасыл жіп, міне. 1 2 үшінші жасыл жіп жинаған кезде қара түсті жіпке ауыстырамыз. Бұны жинаған кезінде жасыл түсті жіпке жинаймыз. Екеу, міне үшіншісі. Үшіншісінен кейін біз бір қара жіп қостық, осы уақытқа дейінгісінің бәрін. Бұны жинаған кезде және де жіптің түсі жасыл түсті жіпке ауысады бізде. Міне одан кейін 3 жасыл жіп. Біреу, екеу, үшіншісі, мынау. Үшіншісі болған кезде бізде жасыл түсті жіпке ауысады, жіптің түсінің жібі.
жіптің түсі жасыл қара түсті жіпке аламыз. Мына жерге келген кезде біз қара түсті жіпке келдік, иә. Қара түсті жіпке келдік және екі қара түсті жіптің ортасынан қара түсті жіп алынады. Міне дәл ортасынан аламыз, иә. Бұны жинаған кезінде бізде келесі түс жасыл түсті жіп болғандығы үшін жасыл түсті жіпке ауыстырамыз. Одан кейін мына жақ шетіне міне алып келіп біріктіреміз. Міне қарасаңыздар, мынау міне жүрекшенің ортасы, ең алғашқы жүрекшенің ортасы міне. Осылай болып шықты. Одан кейін бізде ендігі сәттен бастап жасыл бізде қара түсті жіптердің саны артады да, жасыл түсті жіптер осы 3 қалпын сақтайды. Мына жақ шетінде 3 қалпын сақтайды да, екі жақ шетіндегі мына жағындағы қара түсті жіптердің саны артады бір-біреуге, иә. Соны ескерейік. Мына жерге келген кезде мен жасыл түсті жіптен екеу алдым да, одан кейін бұл бір жасыл түсті жіп болып саналады, иә. Көтер, не жартылай биіктік жасыл түсті жіптен біреу саналады. Одан кейін екіншісі мынау, үшіншісі, иә, міне. Мынау үшіншісі. Үшіншісі болғаннан кейін бізде жіптің түсі ауысады. Енді мына екі қараның екі жақ жанынан қара түсті жіп шығады. Бір қара және екінші қара түсті жіп. Бұны жинайтын кезінде жіп жасыл түсті жіпке ауысады. Бер жақ шекесінен, иә, қара түсті жіптің жанынан аламыз, иә. Қара түсті жіптің жанынан аламыз. Бір жасыл. Одан кейін екі жасыл жіптің ортасынан аламыз, екінші жасыл. Одан кейін үшінші түсті жасыл жіптің ортасынан аламыз. Үшінші жасыл түсті жинайтын кезде біз жіптің түсін өзгертеміз. Қара түсті жіпке өзгерттік. Және қараның бергі жақ шетінен бір қара түсті жіп аламыз. Одан екеуінің ортасынан бір қара түсті жіп аламыз. Одан кейін қара түсті жіптің арғы жақ шетінен және де бір қара түсті жіп аламыз да, бұл жерде жіптің түсі ауысады, жасыл түсті жіпті аламыз. Қарасаңыздар, бізде міне, мына жерде екі қара түс, мына жерде үш қара түсті жіп болды да, жасыл түсті жіптердің саны аз өзгерген жоқ, сол қалпында сақталды, иә. Одан кейін міне бер жақ шетінен, қара мен жасылдың екі ортасынан бір жасыл түсті жіп алдым. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан тағы бір жасыл түсті жіпті алдым. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан тағы бір жасыл түсті жіпті алдым. Бұны жинайтын кезде жіптің түсі қараға өзгеретін болғандығы үшін бұл жерде қара түсті жіпті алдым да. Одан кейін мына бір қараның екі жақ жанынан бірдей қара түсті жіп аламыз. Қара түсті жіп алдым екі жағынан бірдей. Бұны жинайтын кезінде жіптің түсі және де өзгереді. Одан кейін қара мен жасылдың қасынан екеуінің арасынан және де бір жасыл түсті жіп аламын. Бұл бірінші жасыл түсті жіп, одан кейін екінші және де бір жасыл түсті жіпті аламын. Одан мына үшінші жасыл түсті жіп алдым. Бұны жинайтын кезде жіптің түсі қара түсті жіпке ауысатын болғандығы үшін жіптің түсін қара түсті жіпке ауыстырдым. Ауыстырғаннан кейін бұл жерде екі қара түсті жіп, оның орнына үш қара түсті жіп болады. Біреуі бер жақ шетінен, ортасынан бір қара түсті және қара түсті жіптің арғы жақ шетінен және де бір қара түсті жіп аламын, алдым. Алған кезде бұны жинайтын кезінде бізде жіптің түсі жасыл түсті жіпке өзгереді. Мына жерде міне жасыл түсті жіпті алдым. Одан кейін қара мен жасылдың қасынан жасыл түсті жіп аламын. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп аламын. Одан кейін және де жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп аламын. Бірақ оны жинайтын кезінде бізде жіптің түсі қараға өзгереді. Одан кейін мына бір қара жіптің екі жақ жанынан бірдей қара түсті жіп аламыз. Бұны жинайтын кезінде жіптің түсі жасылға өзгереді. Жіптің түсі жасыл түсті жіпке өзгереді, мына жерде міне. Өзгерттік. Одан кейін жасыл мен қараның ортасынан жасыл түсті жіп алынады. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп алынады. Бұл жерде жасыл түсті жіптің саны 3-тен аспауы керек, үшеу ғана аламыз. Одан кейін қара түсті жіп аламыз. Одан мына жерде екі қара түс қой. Соның саны үшеу аламыз. Бер жақ шетінен біреу, ортасынан біреу, арғы жақ шетінен бір қара түсті жіп аламыз. Жинайтын кезінде бізге жасыл түсті жіп керек. Одан кейін бер жақ шетінен жасыл түсті жіп аламыз. Жасыл мен қараның ортасынан аламыз, жасыл түсті жіпті міне.
одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп аламыз. Одан кейін жасыл мен және де жасыл түсті жіптің ортасынан жіп аламыз, бірақ оны жинайтын кезінде қара түсті жіпке ауыстырамыз. Қара түсті жіпке ауыстырдым. Одан кейін жалғыз қараның екі жақ шетінен жасыл түсті жіп, қара түсті жіпке ауыстырамыз. Мына жерде енді менде жасылға ауысты. Одан кейін қара мен жасылдың ортасынан жасыл алдым. Одан кейін мына жерде жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл алдым. Одан кейін және де жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл алдым, бірақ келесі қара болғандығы үшін біз бұл жерде қара түсті жіпті аламыз. Және де бұл қараның да бір жақ шетінен, екі жақ шетінен жасыл қара қосып, үш қараға ауыстырамыз. Бір қара, ортасынан қара, екінші қара кетті. Ал мына жақ шетінен қара, үшінші қара, үшінші қара кетті. Біз келесінде жасыл болғандығы үшін жіптің түсін жасылға ауыстырамыз. Ауыстырымда бұны бір жақ шетін алып кеп біріктіреміз. Бізде міне қарасаңыздар, жасыл түсті жібе жүрекшеге ұқсап келе жатыр аздап. Қазір толық жүрекше пайда болады. Қазір біз әрбір қатар өскен сайын қарасаңыздар, қараның саны артады. Енді келесінде де тура сондай қараның саны артады бізде. Мына жердегі жасыл мен екі түрлі жіптеріңізді екі жақ шетіне қойып қойыңыздар. Әйтпесе сөйтіп екеуін шатастырмай әрбір шатасқан сайын міне екеуін айқасқан жермен астына жіберіп жібердім да, міне қарасаңыздар, міне нақсып айқасып тұр екеуі, мен оны былай астына жіберіп жібердім. Тура осылай алып отырмасаңыздар, екеуі біріне шатасып қазір бұралып қалады, екеуі бір-біріне байланып. Міне жасыл, бұл жасылдың бірінші таяқшасы болып саналады. Одан кейін келесісіне және де бір жартылай биіктік жасаймыз. Одан кейінгісіне және де жартылай биіктік жасаймыз. Бұл бізде үш жартылай биіктік болып саналады. Одан кейін жіптің түсі қараға ауысады бізде. Қараға ауысты. Одан мына жерде бізде екі жартылай биіктікті болды ғой. Соның қасына енді және де жартылай биіктік қосамыз. Және де бұл жерде енді жартылай биіктікті қараның саны басында 2 болды ғой, мына жерде. Енді бұл жерде 3 болады. Екі жақ шетінен істедім. Енді бір жақ шетінен істедім, ортасынан біреу, енді бір жақ шетінен біреу болады. Міне 3 қара болды. Одан кейін бізде жасыл түсті жіпке ауысады. Одан кейін жасыл қара мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп аламын. Жартылай биіктік. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан аламын жасыл түсті жіпті. Одан кейін және де жасыл мен жасылдың ортасынан аламын жасыл түсті жіпті. Екеуін біріктірген кезде мына жерде 3 жасыл болды. Одан кейін екеуін біріктірген кезде қара түсті жіппен біріктіремін. Және бұл жерде қара түстің жіптің саны артады. Міне біреу, екеу, екеу, мынау үшіншісі, ал мынау төртіншісі. Яғни қара түсті жіптің саны 4-ге өсті. Мына жақ шетінде ең алғашқы басынан бастап келе жатқан қара түсті жіптің саны бізде 4-ге өсті. Басында 2 болған еді. Жасыл түсті жіптің саны 6 болғанға дейін 2 болған бізде. Ал енді сол өсіп келе жатыр. Өсіп қазір 4 болды. Енді бұны жинаған кезде жіптің түсі жасыл түсті жіпке ауысады. Біреу, екеу. Жасыл түсті жіптің саны 3-ден өзгермейді, кеммейді. Тура осылай 3 болып біргелесіп отырады. Мына жерде жіптің түсі қараға өзгерді. Бұл жерден бағана 2 қара түсті жіп еді ғой, менде 3 қара түсті жіп болады. Екі жақ шетінен екеу. Мына жерде бірінші қара түсті жіп кетті ғой, енді екеуінің ортасынан және де бір қара түсті жіпті аламыз. Жартылай биіктік. Енді үшінші жартылай биіктікті қара түсті жіп аламыз да, бұл жерде жіптің түсі ауысады жасыл түсті жіпке. Мына жерде жасыл түсті жіпке ауысты. Енді жасыл түсті жіптен қара мен жасылдың ортасынан біреу аламыз. Одан кейін жасыл мен жасылдың ортасынан біреу аламыз.
Одан кейін жасыл мен жасыл түсті жіптің арасынан жасыл аламыз, иә. Бұл кезде жина енді жасыл түсті жіп бізде 3 болды ғой. Бізде 3-ден артық жасыл түсті жіп жасамаймыз. Енді мына қараның қасынан бір қара түсті, 2, 3, 4-ші қара түсті жіп, бірақ бұны жинайтын кезінде жіптің түсі ауысады бізде, иә, жасыл түсті жіпке. Жасыл түсті жіпке ауысты. Одан кейін жасыл мен қараның ортасынан жасыл түсті жіп аламыз. Одан кейін жасыл мен жасылдың арасынан аламыз жасыл түсті жіпті. Және де жасыл мен жасылдың арасынан аламыз жасыл түсті жіпті алдық. Бұны жинайтын кезінде жіптің түсі ауысады қара түсті жіпке. Алдық. Одан кейін қараның қасынан аламыз жасыл түсті жіпті. Қараның алдық. Одан қара мен қараның арасынан алдық қара түсті жіпті. Одан кейін қара мен жасылдың арасынан алдық, қара түсті жіпті. Бұны жинайтын кезінде бізде жіптің түсі жасыл түсті жіпке ауысады. Жасыл түсті жіппен жинадық. Одан кейін қара мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіп аламыз. Одан кейін жасыл мен жасылдың арасынан жасыл түсті жіп аламыз. Одан кейін және де жасыл мен жасылдың ортасынан жасыл түсті жіпті алып, екеуін жинаған кезінде қара түсті жіппен жинаймыз. Одан мына жақ шетінде қара түсті жіп бар. Біз яғни аяқтап болып қалдық. Міне қарасаңыздар жүрекше пайда болды, иә. Енді бұның ең соңынан айландырып отырып қара түсті жіппен тоқып шығамыз, иә. Жай тоқып атысымен. Мына жерде міне қара түсті жіппен жинадым. Одан кейін бәрі шетін айландырып қара түсті жіппен тоқып шығамын. Бұл жерде жай тоқып атысымен, иә, міне. Қарасаңыздар, міне мына ұқсап тұрады, міне. Яғни міне бізде жүрекше пайда болды. Енді бұны анығырақ қылдырып көрсету мақсатында бізде жасыл түсті жіп жүрекшенің формасында болғандығы үшін оның шетін қарамен жауып шықсақ, жасыл түсті жүрекше әдемі көрінеді. Анығырақ болып көрінеді. Қазір осы қарамен тоқып шығамыз айландырып. Жай тоқып атсам міне. Күртекті алдық, міне, көмекпісті міне. Екеуден біреу алу арқылы. Бұл жай тоқып атсы.
міне қарасаңыздар жүрекше бейнені жасап болдым. Яғни жүрекше пайда болды. Негізінен бұл жерде жіптерді тартып алмай кішкене кең қалыптасаңыздар бұл жүрек әдемі шығады. Мына жерде әдемі шыққан міне. Мына жерде жүрекше қалып әдемі шыққан. Ал мына жерге келген кезде мен жіптерді сәл тартып жібердім да, мына жерде қарасаңыздар шеңбер сәл қарынша шығып тұр. Бұл негізінен түп-түзу тақтайдай болып өзі тегіс болып шығу керек. Бірақ сонда да болады. Жүрекше қалпына, жүрекшеге ұқсайды. Енді бұл жерден мен осы жерден жасыл жіпті үзіп тастаған жоқпын. Яғни жасыл мен қараны екеуін қосып екі қабаттап тоқыдым. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде міне жасыл мен қара екеуі бірыңғай тұр. Ішкі жағында, сыртқы жағында да сондай, ішкі жағында да өкшесі де сондай. Негізінен бұның ішкі жағын егерде жүрекше әдемі бадырайып көзге бірден ұрып тұрсын десеңіздер, онда ішкі жағы не жасылмен не қарамен бірыңғай түспен тоқсаңыздар да болады. Бірақ негізінен бұл тоқып жатқан жібіміз сәл жұқарақ болғандығы үшін мен бұл жерде екі түсті жіпті бірден алдым. Міне екі түсті жіпті бірден аламын. Тура осылай қарай осы жерден жалғастырып ары қарай тоқи беремін. Алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, ютубта тегін тұрған видео бар. Табанын осындай гүл тоққан өкшесіне сол жерде толығырақ кеңінен түсіндіріп айтып кеткем. Мына жерде табанның қалай тоқылу керек екендігін. Егерде сіздерде соны көріп шықсаңыздар, толық айтылған. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде тура осылай жай тоқып әдісі. Міне ешқандай күрделі ештеңе емес. Міне жай тоқып әдісі бойынша тура осылай жай тоқып әдісі бойынша мына өкшеге былай келгенде осы жай тоқып әдісімен мынадан былай қарай, мына жерден былай қарай айланып келгендегіне тура келетін қылдырып тоқып аламыз. Мына жерде өкшені былай алып келіп қойдым. Мына қойған кезде міне бұл жерде мен сол екі түсті жіпті екеуін бірдей алып мына жерден көтеріп елімде ары барып бері қайтып келу арқылы тоқып шығамын. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Егерде өсіру мақсатында болса, онда шеткі жағынан бір тесікке екі рет тоқисыз. Егерде кеміту, кішірейту жағы кішірейтетін болсаңыз, онда шеткі жағынан біреуін тастап, екінші жағының ортасына, яғни солай шеткі жағынан бір-бірден тарылтасыз, болмаса біреу қосып, солай кеңітесіз. Негізінен бұл ұлтарақ тоқудың қатты бір қиындығы жоқ. Негізінен мен бұл жерде санын айтсам да болатын еді, бірақ та мендегі тоқу несі аяқ киімнің тоқылуына байланысты, одан сіздің жібіңізге байланысты бұл жерде саны өзгеріп отырады. Мен мына жерден 7-8 алуым мүмкін да, бірақ сіздің аяқ киіміңізге байланысты кішкентай болса 5 алуыңыз мүмкін. Мүмкін егер сіздің жібіңізге байланысты бұл жерде 11 алуыңыз да мүмкін да. Сол үшін ұқсамайды әртүрлі. Мына жақ шетіне дейін келдім. Бұл жерде әрбір айтатын нәрсе, бір екі қатар тоқығаннан кейін, болмаса әрбір қатар тоқыған сайын сіз көз мөлшермен өлшеп отырсаңыз болады. Мен мына жерден аяғымды жеткеннен кейін мына жерден өлшеп көремін, қай жерге дейін келдім. Енді міне тура, міне тура шықты. Негізінен сізде бұл жерде тұп-тура бірдей болу керек та, бірақ та сәл кішкене жетпей тұрғаны жақсырақ болады. Мен екі жақ шетіне тартқан кезде мен сәл жетпей тұрғансаңыз, мен дәл жетіп тұрған жоқ. Мына жағынан мынандай, мына жағынан да кішкене ғана орын қалып тұр. Тура осылай болғаны дұрыс. Мен енді осыдан кейін тура осы жерге дейін бірдей қалып келемін да, мына жерден былай қарай кішкене қосамын, бір-екеу. Одан былай қарай тағы да қосамын. Одан мына жерге барғанда мен кішірейтемін. Қазір сіздерге қосатын кездегісін көрсетемін. Міне мен ұлтарағын тоқып отырып, мына жерге дейін келдім. Мына жерге келген кезде мына жерден бастап менде мынау қатты не болып кетеді, міне жіңішкеріп кетеді. Мына жерден мысалға мынау былай қарай созылып келеді. Созылып келген кезде мына жерде сәл кішкене қаттырақ қалып тұр. Яғни үлкенірек мына жерден бастап мен ұлтарақтың енін өсіру керекпін, жалпақтығын өсіру керекпін. Бұл жерде мен мына жақ шетіне келдім ғой. Шетіне келген кезде бұл жерде енді өсіру үшін мына соңғы алынған жер бар ғой, сол жерден екінші рет аламын. Екінші рет алдым. Енді барып мына жақ шетіне келемін. Мына жақ шетіне келемін де осы жерден бір рет тоқимын да, сосын көтеріп бекітемін. Бергі жағына келемін де, мына жерден біреуін тастап, бер жағына ілемін. Ана жақ шетіне ілсек, қазір таман екі жақ шетін келгенде ортасынан ашық болып қалады. Сол үшін бергі шеткі жақ шетіне келген кезде бері қарай бұрыларда бір орын тастап, бергі жағына ілесіз. Тураны сіз көтерген биіктіктің түбінен ілмейсіз, оның бергі жағындағы ізден ілесіз.
Мен қазір былай қарай мына жақ бетіне қоспаймын, иә, мына жақ бетіне мынаны аяқтаған кезде тура осылай аяқтап шығамын да, үстінен екінші ізді көтерген кезінде қосамын. Мына жерден алдым, иә, мына жақ шетіне қосқан жоқпын, қарасаңыздар. Енді мынадан былай көтеріп аламын. Көтердім, иә, көтергеннен кейін енді осы жақ шетіне қосамын. Мына жерден ілуім керек еді. Мына жерден ілмейміз, иә, мына көтерген биіктіктің мына тұсынан ілмейміз де. Мына жақ бер жақ шетіне келген кезде мына түбіне емес, одан кейінгіден ілеміз, иә. Одан кейінгіден мен бір жерге 2 рет тоқимын да, одан кейінгісінен бастап бір-бірден тоқимын. Егер сізде өсіру керек болса, тек бірден бастап екі жақ шетінен де өсірсеңіз, онда дұрыс болмай қалады, жарай ма? Бұл жерде өшіретін жайды мен былай қарай барған кезде, мына жақтан барған кезде мына екі жақ мына жерге екеуілдім, иә. Одан мынадан былай барып, мына жерден екеуілдім, енді мынадан былай қарай келген кезде мына жақ шетіне екеуілген жоқпын, иә, үстіне көтерген кезде ілдім. Яғни сіз мына бір қатардың былайынан мына жерден ілдім, былайынан барған кезде мына жеріне өсірген жоқпын астыңғысына, бірден үстіңгісіне өсірдім. Яғни әрбір қатар кезде тек бір жақ шетінен ғана өсіресіз. Екі жақ шетінен бірдей өсіруге болмайды. Себебі аяқ киім қарасаңыздар жайлап барып кеңейді ғой. Бірден екі жақ шетіне бірдей кеңейе салмайды. Сіз мына жерге келдіңіз, жайлап мына қатардан өсірсеңіз, одан келесінде мына жақтан өсіресіз, одан кейін мына жақтан өсіресіз, одан кейін мына жақтан өсіресіз. Яғни үстіңкісінен әрбір келесі қатардан өсіресіз да. Мен мына жерде мына ұқсағаннан кейін енді келесі қатардан тағы да өсіремін деп айта алмаймын, өйткені мен осы қатарды енді бір қатар тоқып шығамын, иә, қарасаңыздар не келіп тұр, иә. Мен дәл қазір мына бері қарай тоқып шығамын да, үстіңкісіне келгенде өсіремін, дұрыс па? Одан кейінгісінен бір қатар мына жақтан өсірдім бе, мынаны былай аяқтаймын. Одан былай қарай бір рет өсіремін. Солай кете береді. Егер сіз мынадан ұқсаған әрекет бір 2-3 рет қайталап мына жерге дейін келеді, мына жерге дейін да, одан кейін қатарында сіз өсірмейсіз. Өйткені қарасаңыз, аяқ киімнің мына жерінен мына жеріндегі екі аралықтың үлкендігі негізінен бірдей болып тұр да. Яғни мен өсірмеу қатарым бір 2 ме 3 болуы мүмкін, бір рет барып 2 рет қайтып келуі мүмкін да. Ал бірақ мына жоғары жағына барған кезде жайлап жіңішкертіп бастаймыз. Мына жерде міне ұлтарақпен мен осы жерге дейін тоқып келдім. Қарасаңыздар мына жерге міне бірдей болып тұр, иә. Мен осыдан бастап енді жіңішкертемін. Яғни мынаның жалпақтығын кішірейтемін, иә. Сол кезде міне мен мына жерде бір көтеру биіктігін ілдім. Біз мына жерден ілу керек еді, иә. Енді мен жіңішкерту үшін мына жерден ілемін. Мынаның қасынан онсыз да ілмейтінбіз, иә. Мынаның көтерген тұсынан ілмейміз. Мына жерден бастап жүрдік, иә. Біз мына жерден мына жерден онсыз да ілмейтінбіз, иә. Біз енді мына жерден іліп жүрдік, иә. Осы уақытқа дейін. Енді мына жерден ілеміз. Мынадан емес, мынадан онсыз да ілмейміз. Өйткені біз шетіне тартқан кезде мына жерден ашықтық пайда болып қалады. Алшақ болып тарас тесік пайда болады. Мына жерден іліп тастасақ, сол үшін мына жерден іліп жүретінбіз, иә. Енді біз жіңішкерту мақсатында мына ізді тастап екіншіден ілеміз. Бұны да сол екі жақ шетінен бірдей қысқартпаймыз. Бір жағынан қысқартсақ болды. Одан кейінгі үстіңгі жағына барған кезде екінші жағынан қысқартамыз. Сізге мына ұқсаған ала-құла жіп ұнамаса, екеуін бір түсті жіптен тоқсаңыз болады, иә. Не бірдей жасыл, не бірдей қара қылдырып алып тоқсаңыз болады. Енді мына жақ шетінен тоқимын, мына жақ шетінен және де бір тоқимыз. Және де бір көтеру биіктігін ілемін. Және біз мына жақ шетінен қысқарттық, иә, тарттық. Енді мына жақ шетіне келген кезде мына жерден ілу керек еді. Ілмейміз онсыз да, иә. Мына жерден ілу керек еді. Мен ол жерден емес, мына жерден ілемін. Тура осылай басын тарылтамыз. Қарасаңыздар, міне. Тура осылай тарылтып тоқимыз. Міне. Тура келе жатырмыз, иә, міне. Қарасаңыздар, мына жақта. Міне. Тура келе жатырмыз. Тура осылай тарылтамыз. 1, 2, 3-ге тарылтамыз, иә. Одан кейін тарылтпай тоқи саламыз. Қазір мен 2 тарылттым, енді бір 2 тарылтам. Былай бері қарай келгенде бір тарылтам, одан былай қарай барғанда бір тарылтам да, одан кейінгісін тарылтпаймын. Одан кейін тура солай мына жақ шетіне дейін біреу болмаса 2 тоқуы мүмкін, иә. Сіз әрбір тоқыған сайын бір рет тоқимын. Мына жерге мәселен 3 рет, 4 рет тоқуы мүмкін да. Ол жерде бір 2 рет қысқартам, мына жерге дейін ғана, иә. Одан қалғанын қысқартпаймын, өйткені мына жақ шетіне дейін жету керек. Мына жақ шеті қатты жіңішке болып кетсе болмайды. Мына жақ шетіне дейін тура келетін қылдырып, яғни мына қара сызықтың бойымен, болмаса мына ақ сызықтың бойымен ғана туралап қана солай тартып. Мына жақ басына жіңішке жеріне дейін жіңішкертуге болмайды, иә. Мен мына жерде ұлтарағымды болдым. Мына жерден соңғы рет түйіп
осылай қиып тастаймыз артылғанын болғаннан кейін. Мына жерде қарасаңыздар менің ұлтарағым кәдімгідей жан-жағы қиқы-шоқы емес, қарасаңыздар бәрі бір тегіс, яғни қиылған ұлтарақ кәдімгі ұлтарақтың формасында әдемі келіп тұр. Міне қарасаңыздар, сіздердікі де жаңағы мен сияқты қылдырып, қысқартатын жерде қысқартып, тартатын жерде тартып, видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің де ұлтарақтарыңыз тура осындай бас жағы қай жерден өсіргеніңіз, қай жерден тартқаныңыз білінбейді, яғни шынтақ болып бұрыш болып бөлінбей, осылай майда болып шығады, екі жақ шетіне біркелкі болып. Енді бұны табанға орнатамыз. Орнатқан кезінде ең бірінші былай өлшеп аласыз да, өлшеп алғаннан кейін мен мына жақ шетін, мына қалған жіпті мына бұрышқа байлап қойғым келіп тұр, өйткені мынау қазір ары қарай келіп кедергі жасайды. Міне байлап қойдым. Одан кейін мына ең бірінші өкшесінен бастап тоқимыз. Мына жерден ең бірінші өкшесінен бастап тоқимыз. Мынау былай қарай келіп тұрсын. Мына жерден бастап өкшесінен бастап тоқимыз. Яғни міне өкшесіне келдім. Одан ең бірінші өкшесіз қай жерде ойлайсыз? Мен мына жерден алған дұрыс сияқты болып тұр. Яғни мына жерден бастап аламын да. Мына жерден бастап мынаған келіп тоққан дұрыс сияқты болып тұр. Мына жерден бастап осы жерге тоқимын. Мен бұл жақ шетін қара жіппен алдым. Мына жақ жіпте, мына жақ аяқ киімде мен бірінші сыңарып тоқып алдым ғой. Тоқып алған кезде менде мына астыңғы жағы қара болып тұр, қарасаңыздар. Сол үшін бұның жағында қара жіппен аламын. Жалғыз қабатты қара жіппен аламын. Мына жерде міне жіпті бері қарай алып шықтым. Ең бірінші бұл жерде бекітіп жүреді. Бекіттік, әрқандай нәрсені бастарының алдында жіпті бекітіп аламыз. Одан кейін ілмек бізде бір жіп, қарасаңыздар. Одан кейін тұрсыл жаңағы ізге алып келеміз. Мына жерде ілмек бізде 3 жіп болады. Ілмек бізде 3 жіп. Міне. Ілмек бізде 3 жіп. Мына жерде 3 жіп. 3 жіптен бірге бірақ тартамыз. Бұл бізде жартылай биіктігі. Қарасаңыздар, мына жерде аяқ киімнің өзінің осындай үйге кететін аяқ киімдердің осындай жіптері болады, жіптері болады. Әрқандай жіптердің өзінің негізінен ара қашықтығы бірдей, бірақ кей кездері біреу кішкентай, біреу тар болуы мүмкін, бірақ соған қарамастан біз жіптердің әрбірінен біркелкі аламыз. Мына жерден әрқандай жіптен 3-тен жартылай биік тоқып шығамыз. Міне қарасаңыздар, мына жіптердің астынан алып тоқып жатырмын мен қазіргі сәтте. Міне мен қазір біреу тоқыдым жүрген. Ең бірінші бекіту ілгегіңіз, оны санасаңыз да санамасаңыз да білесіз, өзіңіз білесіз. Себебі бір жіптен ары берісінен ешқандай бір рөл қатты ойнап кетпейді. Себебі табанын қондыру ғой. Аяқ киімнің үстіңгі жағын тоққан кезде, бетін тоққан кезде әрбір жібіңіз маңызды болады, ол кезде шатастырмаймыз. Меке өлдім. Қазір мынадан айландырып мына ізге келген кезде тағы да бір жартылай биіктік ілемін, сіздерге негізі түсінікті болды деп ойлаймын. Әрқандай жіптен, әрқандай ізден осылай жартылай биіктіктен бір ізге, бір сары жіптің астына 3 реттен алып тоқимыз. Міне мен ана жерге 2 рет тоқыдым. Айландырып қасына келген кезде және де біреу тоқимын ол жерге. Екеу.
үшеу, иә, тура осылай етіп әрқандайыңыздан үштен тоқып алып шығамыз. Міне келесіге келдім мен. Ана жерден үшеу тоқыдым, одан кейінгізге үшеу тоқимыз. Бұл жерден табанға бекітілген сары жіптер кең емес, тартып берік қылдырып тоқып тастаған. Завод өзі аяқ киімді шығарған кезде солай тоққанда арасына ілмек біздің үш рет кіріп шығуы сәл кішкене қиындық туғызады. Тура осылай міне әрбіріңізге үш реттен тоқып шықтым. Міне қарасаңыздар, міне сары жіп көрінбейді. Міне былай қараған кезде сары жіп көрінбейді, өйткені біз жиі қылып алдық. Одан тура осылай әрбір неден үштен жартылай биіктік жасап, мынаны айландырып отырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Бұл жерде бізде ерекшелік болады. Бұлай тоққан кезде ерекшелік. Мына жерде мына қарасаңыздар, міне үстінде де, мына жақ үстінде қара жіппен екеу, міне біреу екеу, екі із тұр, былай қарай өтуге болады. Былай қарай өтуге болады. Екі ізбен былай қарай өтуге болады. Одан былай мына жағына қарасаңыз, тура екі жақ шеті бірдей болып тұрады бұл жерде. Мына жақ шетінде міне екі із. Мына қыры мен мына шеті екеуі бірдей болып тұрады. Мына қыры да мына шеті де бірдей болып тұрады. Біз сыртынан емес, аяқ киімнің сыртынан 300 емес, іш жағынан сыртына қарай жартылай биіктік жасап аламыз. Іш жағынан сыртына қарай. Мен мына жерде шетін 3 немен аяқтап біттім, шетін 3, әрбір ізден 3 жартылай биіктік арқылы тоқып біріктіріп біттім. Енді мына жерден екеуін қосам. Қосамын екеуін. Екеуін қосқаннан кейін енді аяқ киім сыртынан тоқимыз, Мен жаңа ішінен сыртына қарай тоқып едік, енді сырт жағынан алып тоқимыз. Сырт жағынан алып тоққан кезде мына жерден бір көтеріп екі бекіттім, бекіткеннен кейін бір көтеріп биіктігін ілемін, Міне, бір көтеріп биіктігін ілдім. Бір көтеріп биіктігін ілгеннен кейін мына астындағы жіптің ең астыңғысын аламыз. Астыңғы біреуінен аламыз, Ең астыңғы біреуінен ғана аламыз, Міне мен бір жіп алдым. Бұл жерде жай тоқып әдісімен тоқып шығамыз. Сыртын осылай айландырып. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, міне астыңғы жіптен екеу бар деп жаңа көрсеттім, алдында жаңа. Үстінен де екеу, міне. Үстінен де екеу, міне. Үстінен де екеу, қарасаңыздар, Ал мына жақ қырынан да екеу болады бұл. Мына жақ қырынан да тура сонда екеу шығады, міне. Бұл қара түсті болғандық үшін ондай анық көрінбей тұр. Негізінен міне екеу бұдан, міне. Мына жағда екеу, мына жағда екеу. Қарасаңыздар, екі жағда бірдей. Соны мына астыңғысының біреуінен ғана аламыз, мына астыңғысының мына біреуінен ғана аламыз, міне. Астыңғы жағынан біреуінен ғана алып тоқимыз. Жай тоқып әдісімен астыңғысының мына табан жағына қараған ең астыңғы біреуінен алып тоқимыз. Екеуінен алып емес, біреуінен алып тоқсақ, бұл астыңғы жағына қарай жабылып, шет-шетіндегі қырларын көрсетпей, әдемі не береді? Әдемі көрініс болу үшін, әдемі тұру үшін, әдемі көріну үшін осылай астыңғы жағынан бір тоқиды. Бұл негізінен әдемі көрінуден басқа ешқандай несі жоқ, ешқандай бір артықшылығы, ешқандай бір әдеміліктен басқа не бермейді. Қарасаңыздар, міне. Және де кішкене тоқып мына жерден қарап көрсеткен де болады. Мына жерден қарасаңыздар, міне мынау астыңғысы тоқылған, міне мынамен бірдей жабылып тұр, астыңғы. Егер бұл жер мына ұқсап жабылмайды да, егер мына ұқсап көтеріліп тұрады, мына ұқсап мына сары түсті жіптері көрініп, мына жері көрініп, біртүрлі ондай әдемі көзге көрінбейді да. Ал мына ұқсап шетін айландырып бір рет тоқып шықсақ, ол жерде әдемі көрініс береді. Әдемі болып көріну, артындағы сары жіптердің бекіткеннің ұлтарақты табанға бекіткендегі сары түсті жіптің шықпауына, одан кейін көтеріліп, үстін тоққан кезде тіпті көтеріліп, біртүрлі андай үстін алып келіп шаптай салған құсап жаман көрініп қалады, Бұл астыңғысынан алып тоқимыз, сонда міне мынау жабылады, Міне жабылғаннан кейін бұның үстіндегі қалған екеуінен алып үстін тоқимыз, міне. Үстінде қалған екіден алып үстін тоқимыз, міне. Тура осылай шетін айландырып мына жерге дейін тоқып келеміз. Астыңғы жағынан аламыз, қайтадан көрсетейік, міне. Мына іздің мына астыңғысынан аламыз, міне, астыңғысынан. Мынаның да астыңғысынан аламыз. Мына жерде екі із тұр, соның астыңғыларынан алып шығамыз, міне. Астыңғыларынан, Мыналардың мына астыңғысынан аламыз, мына астыңғыларынан аламыз, Екеуінен бірдей алмаймыз, мына астыңғысынан аламыз, міне. Осыдан ғана алып шығамыз. Тура осылай айландырып тоқып шығамыз.